Ыбырай Алтынсариннің Сәтемір хан әңгімесі. Сәтемір 7 жасар күнінде атасынан жетім қалыпты. Күндердің бір күні Сәтемір далада ойнап жүріп, бір ескі тамның түбінде шаршаған соң сүйеніп, жан-жағына қарап жатса, бір аяғы ақсақ құмырсқа тамның төбесіне қарай өрмелеп барады. Да орта шеніне барғанда құлап түседі. Тұра салып тағы да өрмелейді. Манағыдан гөрі жоғарырақ барғанда тағы құлап түседі. Үшінші рет құмырсқа және тырмысады. Ақыры бар күшін салып, қисая-мисая барып тамның төбесіне шығып кетеді. Мұны көріп Сәтемір ойға қалды. Жан-жануардың ең кішкентай осы құмырсқа екеш, құмырсқа да тынбай жұмыс істеп жүр. Өзі ақсақ, бір тырмысып, екі тырмысып жығылып, сонда да қоймай ақырында мұратына жетті. Тамның басына шықты. Мұны көріп отырып, менің де талап іздемей, жұмыссыз ойнап жүргенім ақылсыздық екен деп, ойынын тастап қалаға барады. Қалада бір зор білімді оқымысты молда бар екен. Соған үй сыпыруға жалданып, ақысына оқу оқыптымыз. Ақырында сол Сәтемір асқан данышпан, әлемге әйгілі патша болған. Менің каналыма жазылып, лайк қойып, пікірлеріңізді комментарийға қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.